ең бақытсыз тозақ үшін жаралған, тозақ ол үшін жаралған. Ол кім? Ол кім ең бақытсыз? Ол кәдімгідей бүйтіп, ол еш таңдаусыз, мәжбүрлі түрлі маңдайына жазыла салған ба? Жоқ. Сонда ол кім? Әлләзи кәссәбә тәәллә. Ол ең бақытсыз дегеніміз тағдырды дұрыс түсінулерің үшін, ол әлгі Алланы да, жәннатты да, Құранды да, Мұхаммед пайғамбарды да, қараңыз, өтірікке шығарған адам. Өйткені Құран да, Алла да, пайғамбар да, жәннат да, міне, күлі нәрсе. Ислам. Ол тек бақытта келген оған. Сөйтіп ол бұның барлығына барыңдар деді да, ең бақытсыз болуды қалады. Сонда ең бақытсыз деген нәрсе не? Иманды өтірікке шығару екен болды. Иманның негіздерін өтірікке шығаратын болса, ол ең бақытсыз. Енді сондай бір адам бүгін бақыттымын деп жүр. Ол бақытты емес ол. Ол просто мына нәпсі, осы дүниеге жарылған, ана арақты ішсеңде кайф ұстайды, ана нәрсеге барса кайф ұстайды, ана жаққа барып билеп көрсе жаңа қабілеттер ашылады, оған біреулер қол шапалақшайды, мә мынау дегенің мощный білейді екен деген кезде мысалы. Ол өзімен өзі бір темаларда жүрген біреу. Соны ол бақыт көріп жүр. Ол бақыт емес ол. Ол түс, ертең тарс еткізіп бөлініп періштесеген кезде бақыт емес екен ол. Ол просто мына тәннің ләззаты екен, ата солай жаратқан. Тән құрал ретінде берілген. Ол осы кайфты бақыт деп ойлаған.